Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Есімім Нұрмұхан болады. Яғни Дәурен әріптесім. Біз Әділетхан мырзаның көмекшісі боламыз. Біздің досымыз, бауырымыз. Қазіргі таңда Әділетхан мырзаны департамент полиция, Алматы қаласы полиция департаменті қамаққа алып отыр. Бірақ не себеппен екенін білмей отырмыз. Заңсыз қамаққа алып отыр. Ең соңғы мынау резонанс соғылған еді. Әл-Фараби бойынша, ДТП бойынша енді біраз кісілердің атын айтты. Соған сәйкес па? Енді білмейміз нақты. Қазіргі таңда тергеу әрекеттері белгісіз. Оған 4-5 адвокат кіріп кетті. Біз яғни заңгер болғандықтан мүддесін қорғай алмаймыз. Әріптес ретінде осындай сіздерге видео үндеу жариялаймыз. Осы Молдахан Әділетхан бауырымызды қолдай кетіңіздер. Қазақтың біртуар осындай заң саласында елдің көзін ашып жүрген блогер, заңгер, бұндай кісілерді қамай берсе, не болады алдағы уақытта деген сияқты. Енді біз осы Әділетхан мырзаға тапсырылған жұмыстар бойынша өзіміздің жұмыстарымызды ары қарай атқара береміз. Ол сізге айтып кетті, яғни ешқандай бізге жұмысқа тұрып қойған клиенттер бойынша уайымдамасын, жұмысты ары қарай жүргізе береміз. Сіздерден тек қолдау күтеміз. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.